Аудиокітапты тыңдамас бұрын алдымен каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуіңізді өтінеміз. Сіздің әрбір қолдауыңыз бізге үлкен шабыт сыйлайды. Екінші бөлімнің жалғасы. Жүрегім су ете қалды. Менің қорыққанымды сезгендей, қазақ-қырғыз бір туған деседі ғой деді. Бірақ мен іштей бәрібір қанша бір туған дегенмен ұлтың қазақ емес қой. Енді не істеу керек деп ойлап, үнсіз тұрып қалдым. Ұлты қырғыз болғанына өкіндім. Жатақханаға келіп едік, вахтерша апай келдіңдер ме айналайындар деп кіргізіп алды. Түнгі тыныштық. Екеуміз жайлап басып келеміз. Оның аяқ басқаны жайлап тырс-тырс етеді. Ал менің аяқ киімімнің өкшесі биік болғандықтан тық-тық етеді. Фойедегі диванға келіп отырдық. Осылай Ахметжан, Қалихан екеуі арасын көп ұзатпай келіп тұратын болды. Тіпті Қалиханды да сауатты институттың 3-ші курсын бітірген деп өзіне көмекші етіп алды. Қаладағы облыс бойынша әскери бөлімдердің басшысының конторына түрлі жұмыстар мен қағаздарын алып келіп тұратын. Жұмыстарын бітіріп бізге соғып кетеді. Алғашқыда бізді түсінбейді деп ойлап, орысша сөйлеген екен. Енді өз тілінде қырғызша да көп сөйлей бастады. Бізден түсіндіңіздер ме? Деп сұрайды. Біз түсіндік дейміз. Міне тіліміз ұқсас келеді деп қырғызша сөздерді айтып үйретеді. Менің де құлағым үйреніп жатырқамасын дегенде ойы жоқ емес. Ал мен керісінше шоши түсемін. Қырғызға қалай тұрмысқа шығамын? Қазақтан неге осындай жігіт кездеспеді екен? Мүмкін әлі де кездесетін шығар. Енді Ахметжанға қандай жауап беремін деген ойлар мазалайды. Ол да мені осындай ойлар қинап, не оны ешкімге қиялмай, не толық сенің адамың боламын деп айталмай жүргенімді сезе бастады. Тағы бірде келгенде Қалихан: "Айеке, Ахметжан досым сені сүйеді, шын айтам, шынымен сүйеді. Менің де жағдайымды ойлаған болар, бірақ басты себебі менімен бірге келіп, сені көріп сөйлескісі келеді. Келген сайын қуанып қайтады. Солдаттардың бәрін күлдіріп, шабытпен еңбек етеді. Бірақ осы кейінгі кезде көп ойланатын болды. Бірде менен: "Қалихан, сендерде қазақ қыздары қырғыз жігітіне тұрмысқа шығуға болмай ма?" деп сұрады. Мен: "Неге? Бәрі мұсылман ғой" деп едім. Айекең екеуміз бір-бірімізді қиялмай, бір жүрекке сие алмай, осы мәселе үшін қиналып жүрміз. Мен үшін бұл проблема емес. Мен Айекеңе қосылсам, дүниедегі ең бақытты жан боламын. Ақ құсымдай алақаныма салып аялап жүрер едім. Басымдағы бақыт құсым болар еді. Мен сол бақыт құсымның қиналғаны үшін қиналып, жанымды қалай тыныштандыруды білмей жүрмін. Мен де айтып жүрмін, сен де осы жағдайды оңынан шешсең, Ахметжан бәрін жасайды. Сенің айтқаның болады деп айталасың ба деп сұрады. Мен көрейін деп жауап бердім. Тәуекел етпейсің бе? Бәріміз мұсылманбыз ғой. Қырғызстанда тұрғың келмесе, осында жүр десең, ол сен үшін келеді. Мен оған анық сенімдімін. Ойланып көрсей, мен үшін ол ешкіммен салыстыруға болмайтын адал дос. Достың да досы бар ғой, әрі ақылды, әрі өте мейірімді. Еш арамдығы жоқ, жүрегі жұмсақ. Сен дегенде шығарға жаны жоқ, аяймын деді. Дүйсенкүл: "Айжанды аямайсың ба? Қазақтан жігіт таппағандай көкем мен апамнан, бауырларынан да ұялып жүр ғой. Оның үстіне көкесі мұндай мәселелерге қатты қарайды. Мен білемін, қалаға келгенде бізге адам аласы ішінде байқап жүріңдер деп ескертеді. Әйтпесе Ахметжанды мен де жақсы білемін. Тамаша жігіт екеніне көзіміз жетті. Айжан тек сол қырғыз болғанына өкінеді" деп мен үшін жауап берді. Тағы бір келгенде Ахметжан мені Қалихан мен Дүйсенкүлден сұрап алып кетті. Оқитын кітабымды да сумкама салып алып шықтым. Ахметжан мені аллеяға келіп, скамейкаға отырғызып, мен бастыққа қағаздарымды тапсырып келейін деп, өздері мініп келген машинасымен кетті. Сәлден кейін қайтып келді де жаныма жайғасты. Жақын отырып, кітап оқып отырған менің екі иығыма қолын салып құшақтады да, қызды шошытып алармын дегендей жайлап қолын жинап алды. Бетіме ып-ыстық бетін тигізіп, "Қандай кітап оқып отырсың?" деп, кітап ұстап отырған қолымның сыртынан қолымды қысып ұстап отырды. Оның қолынан бүкіл денеме бір алапат күшпен тоқ жүріп,
өтіп жатқандай болды. Жігіттің бойындағы қол арқылы маған тарап жатқан тоқ өзіне де бой бермей жатқандай қайта-қайта менің қолымды қысып, бетін бері қаратып, жақындап, күрсініп демалып, ішіндегі қайнап тұрған демін маған қарай жібергенін өзі де байқамай, іңкәр сезімнің қуатымен қолы діріл қағады. Бар жан-тәнімен бір құшып, мауқын басқысы келеді, бірақ ұят сезімі жібермейді. Ұялып, екі беті қызарып, маған қарап күледі. Ұяты бетіне шығып, шынайы махаббатын жасыра алмай тұрғаны да өзіне керемет жарасымды. Мен күннен күнге сені жаныммен сүйген сайын сенен алшақтап бара жатқандаймын. Бұрынғыдай жақын құшақтауға да сенің нәзік сезіміңді шошытып аламын ба деп батылым бармайды. Жігіттер қыздарды сүйуші еді ғой, ал мен сүйген бұлай тұрсын, сүюді ойлауға да қорқамын. Кейде сені осыншама ұнатқаным үшін де жазықтымын ба деп те ойлайтын болдым. Саған жақын келемін де сезіміме ерік бермей кейін шегінемін. Өйткені сен өзіңді өте сыпайы, тәкаппар сезіммен ұстап, кейін шегінуге мәжбүр етесің. Қыз баласы ретінде осындай ұстамдылығыңды өте жоғары бағалаймын. Бірақ сен де өз сезіміңе ерік беріп, менің қалағаным болғаныңды армандаймын деп үнсіз сәл мұңайғандай болды. Жоқ деп жауап берейін десем, менің де батылым бармайды. Қимастықпен оны аяймын. Жүрек қағысын үнемі сезіп тұрамын. Алғашқы қолымның сыртынан қапсыра құшақтағанда қолына тиіп тұрған жүрегімнің қағысы қолымды ұрып тұрғандай сезілген. Өзімнің осылай бәрін біліп, бәрін түсініп, бәрін сезініп тұрғаныма қарап, япырай, қыздай сезімтал пенде болмайды екен-ау. Алла жат жұртық қылып жаратқан соң өз тағдырын өзі шешетіндей мүмкіндік, күш-қуат, жоғары сезім берген-ау деп ойлайтынмын. Қыз деген аяушылық сезімі де жоғары жетілген, ерекше жаратылған мұңлық екен-ау. Ер жігіт қанша ақылды, парасатты болғанымен кейде сезімін тежеп ұстағысы келсе де, аңқылдап, ағынан жарылып айтып, таза сезімнің жетегімен жүріп, махаббаттың тылсым рахатына бөленіп, жанын сенің жаныңа қосып жібергісі келіп тұрғанын іс-әрекет арқылы көрсетіп қояды. Бірақ артынша ақылға салып, өзін байсалды қалпына түсіреді. Бірақ ол кеш еді. Қыз бала оны алғашқы демі ысып, буыны босап, сөйлей бастағанда, қозғалып жақындағанда сезіп қойған болатын. Ал біздер, яғни қыздар ше, өте сақпыз, оңайлықпен шешіліп, сырлы сезімімізді білдірмейміз. Қаншалықты соның жақын тұрғанын, қолыңды ұстап қысқанын, кел, жылытайын деп, киімінің алдын айқара ашқанын қалап тұрсақ та, жақындауға намыстанамыз. Ерсі, қыз балаға жарасымсыз қылықтар жасауға ұяламыз. Ал адамша сырласып, адамша сырласып, жүректен шыққан сезімдерді түсінуге, ол сезімдерді ана мен бала, ай мен күн, аспан денелерімен суға түскен сәулелері бірін-бірі аялағандай аялауға, құрметтеуге, сезім тазалығын сақтауға келгенде алдымызға жан салмаймыз. Ешкімнің көңілін қалдырмай, қош айтысып, таңдап талғап, өз тағдырымыздың төрешісі болғымыз келеді. Бірақ махаббаттың буына балқып, жаны шалқып, сенің бір сөз сөйлеп, күлімсіреген келбетіңнен сенімділік, бір кесе шай, бір стакан су ұсынсаң, пештің шарбат суын ішкендей ләззат, қолтықтасып қатар жүрсең, өзіңнің бүкіл өміріне арқау болатындай күш-қуат алып жүрген жігітке жоқ, болмайды деп айту өте қиын екен. Солай айтсам, жүрегі тоқтап, не жарылып кетердей күй кешер ме екен деп қорқатынмын. Басқа жігіттерді білмеймін, бірақ Ахметжанда сондай жағдай болатын еді. Өйткені ол лаулап тұрған махаббаттың жалынының ішінде жанып жүретін. Оның бойындағы жанып тұрған жалынның лебі мен қызуы мені де шарпып, өртеніп кететіндей болып тұратын. Сондықтан жүрегін суытып, бірте-бірте алыстап, жайлап жеткізу керек деп ойладым. Оңашада ұлты қырғыз деп ойласам, тез бойымды жинап аламын. Ал Ахметжанды көргенде қайтадан жібіп сала беремін. Яғни көңілім жібіп босайды. Тағы бірде Қалихан мен Ахметжан кештетіп, ымырт болған кезде бөлмемізге кіріп келді.